Құрметті оқушылар, біз бүгін 10 сыныпқа арналған Action кітабы бойынша екінші бжб-ны талдамақшымыз, яғни 3-ші тоқсанның. Бізде бұл бөлім Breakthrough Technologies деп аталады. Жалпы бжб 2 тапсырмадан тұрады. Біріншісі Reading бұл жерде. Read the text and choose the correct option. Яғни, міне ABCD деп 4 текст беріліп тұр қысқаша. Нанотехнология туралы және біз ABCD таңдауымыз керек мінекей. Біз оның бәрін оқып отырмаймыз, біз оны дұрыс жауабынан қарай саламыз. Мінекей. Бірінші сұрақ С, екіншісі С, яғни екінші сұрақ A, үшіншісі B, төртіншісі A, бесіншісі B, алтыншысы A. Мінекей, бұған 6 балл беріледі. Және екінші тапсырмаға бізге 7 балл берілеткен, сонда барлығы 13 балл. Енді екінші тапсырмаға тоқталсақ, Writing, write your opinion to the topic Will robots have an ability to think? Яғни бұл жерде роботтардың ойланатын мүмкіндігі бар ма деген сұраққа біз қысқаша өз ойымыз жазуымыз керек. Write one detailed paragraph, яғни бұл бір абзац, нақты бір абзац болу керек дейді. Жазған не жазамыз? Write your opinion, яғни пікіріңді жаз. Include reasons and examples, себептер мен мысалдарын кірістір дейді. Use linking words, яғни бұл қыстырма сөздерді пайдалану. Use topic related vocabulary accurately, яғни сөздігіміз сол тақырыпқа сәйкес болу керек. Use future active and passive or future continuous forms. Яғни жалпы біз келер шақты қолдануымыз керек. Әрине тақырып сондай. Жаңағы төртеуі ABCD тапсырмасы екен. Task 2, which paragraph answers the following questions? 1 мен 2-де, яғни сен маған нешінші абзац ABCD-дің қайсы абзацында мына сұрақтар кірістіріліп тұр, соны жазуымыз керек екен. Онша айтып өттік, 4-еу және 5-еу 6-ау деп дұрыс жауаптарын айттық. Енді мынаны дайындап міне жазып қойдым. Бұл қысқа ғана, яғни басы деп түсінсеңдер, қалай жазылу керек. Robots are played important role in our life. Яғни роботтар біздің өмірімізде үлкен, яғни маңызды рөл атқарады. I think many gadgets in my home are robots. Гаджеттер үйдегі, яғни оның барлығы да роботқа жатады деп ойлаймын. Robots can think and make decision. Яғни біздің негізгі сұрағымыз, жалпы роботтар ойлана алады ма? Роботтар ойланып шешім шығара алады. But they never equal to people. Бірақ олар ешқашан адамдарға тең келмейді. Because we are slaves and creatures of Allah, of God десеңдер де болады. Себебі біз Құдайдың, яғни Алланың құлдарымыз және жаратқанымыз. So Allah is very almighty and powerful. Яғни Алла құдіреті күшті, барлығы қолынан келеді, яғни. Robots are results of people's work. Ал роботтар бұл адамдардың жұмысының результаты. Despite of their benefit, there are many dangers for society. Яғни олардың артықшылықтарына қарамастан қоғамға келетін қауіп те көп. So robots have an ability to think but in limitation. Сондықтан роботтар ойлана алады, бірақ бір не бар, лимит бар, яғни шектеулі ғана ойлана алады. Адам сияқты емес. Неке. Қысқаша осындай бір абзац жаздым. Осылай бастауға болады, және қарай өздерін толықтыруға да болады. Мінеке, жалпы осындай 2 тапсырмадан тұрады екен. Сұрақтарың болса, комментарийға жазуға болады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен New English каналыма тіркелуге шақырамын. New English каналында
жалпы біз не сабақтарды енді түсіріп бастап салып жатырмын. Одан бөлек бізде жиынтық ТЖБ, БЖБ, яғни 5-ші 9-ші сынып аралығында салынған тапсырмалар түсіндірілген. Және одан бөлекте ағылшын тілінде фигуралар, жалпы шақ, 12 шақты оңай түсіндіру жолдары деген сияқты, яғни пайдалы ақпараттар таба аласыңдар. Көбінесе мен мектеп оқушыларына арналған видеолар түсіріп жатырмын. Алдағы уақытта кішкентай балалардан бастап үлкендерге дейін сөйлету методикасын салмақшымын, сондықтан сабақтарым үзбей қарап жүруге шақырамын.